ولا يعضب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Bir-birinin артынан сыр тексермеңдер. Яғни bir-birinin артынан өсек, ғайбат сөз айтпаңдар. Аллах тағала. Өзіңнің бауырыңның етін жегенді жақсы көресің бе? Әрине жақсы көрмейсіңдер. Ваттақуллах, Алладан қорқыңдар. Инналлаха тауабур рахим. Ақиқатында Алла шексіз мейірім иесі және тәубелерді қабыл етуші дейді. Я Расулаллах, ғайбат деген не нәрсе деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз айтады, өзіңнің бауырыңның ол жақсы көрмейтін амалын айтқан, яғни бір ісін айтқан дейді. Яғни, я Расулаллах, егер менің айтқан оның бойында болса ше, сонда пайғамбарымыз айтады, егер сенің айтқаның оның бойынан табылса, онда ол ғайбат. Егер сенің айтқаның оның бойынан табылмаса, онда ол жала болады деп құрметті. Жалпы ғалымдар былай айтады, ғайбат ол зинадан да ауыр дейді. Өйткені неге деген кезде ғайбатты ғайбаттаған адамын кешірмейінше Алла кешірмейді. Ал зина, онда зинаға ықыласпен, сондай шынайы ықыласпен Аллаға тәубе қылып, және сол күнәңді қайталамасаң, Алла оны кешіреді. Жалпы сахабалар осы ғайбаттан сақтанамыз деп тілінің астына тас салып жүреді деген құрмет. Сол үшін бұл тіл деген нәрсе адамның ақылынан километр бірінші жүреді. Аллах тағала барлығымызды осы ғайбаттан сақтасын. Алла тілдерімізді үлкен апаттан сақтасын. Осы тілдің апатынан келетін үлкен амалдарымызды күйіп кетуінен сақтасын. Алла берекет берсін.